Баршаларыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің жай видеомыздың екінші часті. Арнамыздан алыстамай, біздің видеоларымызды жоғалтып алмай, қоңыраушаны басып, және комментарийға осы видеоның астына қалай болды, видео ұнады ма, жоқ па, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қазір біз балаусаның қол өнеріне обзор жасаймыз, иә? Или распаковка жасаймыз, қалай кеттік? Достар, міне біздің балаусаның бүгінгі қазақша образы, міне. Қазақша сырға, қазақша шашпау, былай сыңғырлап тұрады. Балаусаның мынандай өнері бар, міне. Та-дам! Неше түрлі бұйымдар жасаған. Давай, балауса өзін таныстырып шық, мен сені түсір. Ең жақын досым подарок еткен, жандосым подарок еткен Браслет. Ана өз қолынан тоққан ең әдемі браслет. Ең бірінші жасаған браслеттерім. Браслеттердің бірі екен, ең бірінші жасаған. Мынау Сақина сонымен пәтелік бол. Ана комплект Сақина мына мен, мына екеуі бірдей екен. Ал мынаның мына жақтан менің бірдей болған соң жасадым. Мынау мынаның комплекті екен. Браслет и жүзік. Дальше. Мынау жүзікпен мынау мойынға тағатын зат. Мойынға тағатын мына екеуі комплект екен. Молодец. Дальше. Мынау менің ең ұнататын вишня. Вишня Сақина. А бұл менің Ақберен деген сіңліме арналған Сақина. Ал бұны әшекейлермен жасағаным. Мынаны өзім жасадым. Мынаны үйге өзім тағып жүруге жасаған Сақинам. Так, мынандай біреу бар екен, бұны мамасы сатып алып берген, е? Мамасы сатып алып берген. Мынау. Мынандай. Ақберенге қойдым кішкентай. Мынау басқаша екен, ерекше екен, мына қараңыздар. Жүзім арбуз сияқты, не? Үсті жасыл, қызыл. Арбуз Сақина. Мынандай Сақина. Баласы, сен моншақтарың қандай? Мынандай жүрек моншақ. Ішінде әріптер, сары әріп, ақ, смайликтер, көбелек. Бұның бисерлері ғой деймен тек қана. Оның ішінде әппақ моншақтар тек қана, е? Оның ішінде не бар екен? Нәше кіріптің қағазын көп толы болса. Ақша жастағансың ба? Балаусаның заттары ғой. Бүгін балаусаның заттарына обзор болды ғой. Біздің корейский бантигі, сабаққа тағатын. Е? Мынау бір күшті абадок өзі. Шашқа қадап-қадап қоятын. Жай блогымыз жаластырайық. Магазинге барып келдім. Чипсы. Мега пакет балаларға. Біздің сүйікті мохито. Якыннан. Конфет. Көз. Мармелад. Яблочный печенье рахат. Ал мынау маған семечка. Мастер. Осы жақсы көрем. Мына пакетте капуста. Мынау не? Сәбіз болгарский. Балашаға мәз. Мен магазиннен келгенше күтіп тұрады ғой, сүтіп жандарым. Айшоқтың үстіне дөлеккісін көріңіздер ма? Айшоқ айнал. Мен жасап бердім. Баласа жасап берді. Мен Ақберенге де жасап беріп атам. Артқара, Айшоқ, артқара. Спанжбобтың дөлеккісі. Қолын кесіп жасап берген ғой. Как раз шалбарымен по цвет болып тұр, шалбары да сары, киімі де сары. Достар, мынандай кітап бар менде. Нұрсұлтан Рысмағамбетұлының Пайғамбартану деген кітабы. Бұл кітапты
не үшін көрсетіп жатырмын сізге, өйткені бұл өте жақсы бір пайдалы кітаптардың бірі екен. Қазір Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы хит болып жүрген ұстазымыз ғой. Соның кітабын электронды вариантта алған болатынмын. Небәрі 2000 теңгеге алдым. Бұлай печать етіп, мынандай жасатып шығарумен общий қосқанда 3500 теңге кетті. Егер мен сияқты бір қаланың сыртында тұратын болсаңыздар, немесе бұл кітап электронды вариантта ғана, менің білуімше енді осындай жағдай болатын болса, осылай басып шығарсаңыздар болады, потому что телефонда PDF форматта сіздерді білмеймін, енді өзім никак оқымайды екем, оказывается. Енді алдын сіздермен бірге оразаны бұзатын бұзбайтын 70 амалды оқып, сіздерді де хабардар еттім, өзім де хабардар болдым ғой. Мына кітапты да кішігірім сіздерге мазмұнын ғана айтып таныстыра кетейін деп отырмын. Бәлкім біреуге пайдасы тиіп қалар. Мазмұны алғы сөз бірінші, кіріспе, пайғамбар тану, шамаил, пайғамбар тұлғасы ілімі, дәләйіл ілімі, хасаис ілімі, федаил ілімі, сира ілімі, өмір баяны. Және қорытынды бар бұл кітапта. Бұның барлығы оқып жатқан бұрын соңды сіздерге таңсық шығар. Бұл қандай ілім дейтін болсаңыздар, алып инстаграмына жазып, Нұрсұлтан Рысмағамбетұлының инстаграмына жазып алып оқысаңыздар болады. Немесе қысқаша түсіндіріп бер дейтін болсаңыздар, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Қысқада нұсқа тек қана дауыспен оқып беретін боламын сіздерге. Сол осындай бір арасында бір пайдалы нәрсе болсын деп өзімше салып жатқан тұрмын ғой. Сосын әдемі болып отырмын ба? Мына басымдағы орамалды Мекке Мәдинеден ағам мен жеңгем сыйлаған. Бәлкім видеоны көріп отырса қуанып қалар. Жұғысты болсын деп риза болып тағып жүрмін. Ал достар, видеомыз қызықты әрі пайдалы болып жатса, сіздер үшін қуаныштымын. Арнадан алыстамай колокольчикті басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Алдағы видеомға анонс дема или реклама дема жасап қояйын деп жатырмын. 100% болмаса да 80% қазақстандықтардың басында бар кредит пен микрофинансовая организация туралы. Қалай іздейміз, қайдан іздейміз, қалай тиімді жабамыз, прям жаңағы сотқа қандай возражение жазамыз, как положено барлығын көрсетіп, түсіндіріп, сіздерге таныстырып